Сәлем, үлкен кісілер болса сәлем берді. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Міне бүгін мен Маралдың өте пысық болып жатыр бүгін. Біраздан бері жоқ болып кеттім ғой, видео түсіре алмай. Енді салып тұруға тырысамын осылайынан. Міне енді бүгінгі жұмысым менің холодильник тазалау. Бала-шаға үйде болған екен, бақтап жібереді ғой бала-шаға ше. Шашып, кіргі-жолақ сыртының бәрін кір қылып тастайды. Соны енді тазалайтын боламын. Мына холодильниктің мына жерін береді, ұрттасып кетті, суаға беріп ше. Жаман қылып жібереді мына суаға беріп ше. Bir жақта ауа райы ыстық та холодильниктің өзінің шамасы келмей жатыр. Барынша қатты қойып қойғанбыз, соның өзінде холодильник суақ жіберіп жатыр ғой. Осылай ішінің бәрін тазалап жуып алдым. Енді қазір жайғастырамын. Бүгін ана немен жуып жатырмын ғой, гель сумен. Күнделікті сыртын бүйтіп жатырткенде сыртын бүйтіп тазалап сүріп кететін ек қой. Бүгін ішіндегілердің бәрін алып тастап, ішінің бәрін гельмен жумасам, өйткені помидор төккен, не төккен, бала-шаға молоко төккен, соның бәрін жуып тазалап жатырмын осылайынан. Маған кішкене қолдау беріп, тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Барынша қолымнан келгенше салуға тырысамын. Қазір үйде бала-шаға үйде болған екен, үйдің тірліктері. Ананы істе деп бұлардан неға жіберіп. Не солай тазалап жатырмын. Ішінің бәрін тап-таза қылып жуып тазалап, айына да қоямыз ғой қазір бәрін. Сөйтіп кешке қарасақ қайтып сыртының бәрі қап-қара болады. Біреу келеді ашады, екіншісі келеді ашады, үшіншісі келеді ашады. Мейлі, оған да шүкір, Құдайға шүкір. Осылай бүгін қазір бәрін жайғастырып қайтып салатын болдым. Мынау не істеп жүр түсінбедім мен мына қызға ше. Менімен бірге жағаласып, бұл негізі